Сәлем, бұл Қонжық каналы. Бүгін сіздермен мынандай конвертке ұқсайтын открытка жасауды үйренеміз. Бұның ішіне мынандай тілек жазуға болады. Мына қолында мынандай открытка ұстап тұр. Мінекей. Ол үшін бізге керек заттар: бір мынандай А4 қағаз, және де қайыншы, сосын мынандай жүрек пен мынандай маркер, және де сызғыш, сосын карандаштар. Енді жұмысымызды бастайық. Ең алдымен А4-ді қайырып аламыз. Оны қайырып болғаннан кейін ортасынан бөлеміз. Бір А4 мен екі открытка жасауға болады. Ең алдымен 2,5 сантиметр өлшеп аламыз. Астынан да. Сосын оны сызамыз. Мына жағында 2,5 сантиметр. Бұны да былай сызып шығамыз. Ал енді 5 сантиметр өлшеп алу керек. Мінекей. Енді оны мынандайынан сызамыз. Бұл бізге жануардың басын салу үшін керек. Ал енді біз қазір аюдың суретін салайық. Ең алдымен бірінші қолын салып алайық. Мына жерге кішкене 1 сантиметрде орын қалдырамыз да қолын саламыз. Енді басын салайық. Енді бұны құямыз. Бір қалағын кішкентай қылған жоқ. Ештеңе етпейді. Мінекей. Ал енді ол аюдың түрін салып алайық. Бірінші екі көзін саламыз. Мінекей. Ал енді оны маркермен сызамыз. Мінекей. Сосын мына жағын былай қайырамыз. Ал енді біз мынандай жүректі мынандай клеймен жабыстырамыз қазір.
Дәл ортасына жабыстырамыз. Кішкене жағамыз кіреді. Ал енді сызғышпен карандашты алып, былай сызамыз. Екі жағына осылай. Өйткені бұл конвертті қолына ұстап тұрғандай болу керек. Неке мынау төртбұрышты ол конверт. Мына қолмен енді былай майыстырамыз. Аюдың енді тырнақтарын салайық кішкене. Ал енді мына басы кішкене төртбұрышты болып қалмау үшін кішкене мынандай қию керек. Міне былай. Ол домалақ болды. Мінекей. Ал енді мынау конвертті қандай түске боясаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен мындай оранжевый түспен бояймын. Мінекей өстіп барлық жерін бояп аламыз. Мінекей. Біздің аюымыз дайын болды. Ал енді мұның ішіне мынандай сызғышпен сызып аламыз, мынандай сызықтар. Ол жерге қандай тілек жазсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Бұны жаңа жылға да және туған күнге де сыйлауға болады. Мінекей. Одан кейін ішіне әдемі суреттер саласыз. Мінекей. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қонжық каналына жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.